tell you no, baby, I love you more. おやすみって言葉を何度も交わすけど、どっちからも切れないフォンコール。明日も会えるのに、この夜もずっと感じたい。友達に見られたら照れくさいけど、ラバーかっこつけたいよ。 I'm crazy 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 for you。 止められない思い、強く抱きしめたい。 I need you in my world。 そばにいて君の笑顔のため捧げるよ All my days。 1秒ごとに Baby I love you more。 幸せ運ぶ風、二人で包まれ、どこまでも夢を見よう。 And we 始まったラストーリー、この気持ちぎゅっと抱いて Baby I really love you more。 待ちに待った瞬間、息を切らしながら駆け寄ってきた Oh my sweet girl。 柔らかなその手を握りしめるたびに I feel something real。 突然の雨が降る、二人なら make it through。 道の向こうまで I'm crazy 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 for you。 何度だって言えるよ、必ず守るから I need you in my world。 そばにいて君じゃなきゃダメだよ、離さないよ前を1秒ごとに Baby I love you more。 語り出した未来、願いが叶うまでどこまでも夢を見よう。 And we 終わらないラストーリー、この気持ちぎゅっと抱いて Baby I really love you more。 偶然だけでは重なり合えない、奇跡がつなぐゆえんだ。会えない時間も一人じゃないことね。 Салем достар, сіздермен бірге Vibe of Voyage. Біздің арнамызда көптен бері жаңартулар болған жоқ, сондықтан сіздерден кешірім сұраймыз. Бірақ бұдан былай біздің каналда қызықты видеолар көптеп қойылатын болады. Біздің арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қош келдіңіздер дейміз. Және сол көрермендер үшін өзімізді тағы бір таныстырып өтпекшіміз. Біз Жапония Цукуба университетінде стажировка өтіп жатқан КАСУ-дың студенттеріміз. Менің есімім Сымбат, мен Сонти, ал мен Айданамын. Біз жаңадан арнамызға жазылған көрермендеріміз үшін видеоблогтарымыз не туралы түсіретінімізді айтатын болсақ, негізі ол саяхат, екіншісі Жапонияның, мысалы Жапонияда ғана бар заттарды көрсету, Жапонның мәдениетімен таныстыру, және өзіміздің осы Цукуба университетіндегі өмірімізді сіздерге жан-жақты көрсету. Біздің басты жобамыз ол 47 тодофукен болып табылады. 47 тодофукен дегеніміз ол Жапонияның 47 префектурасын аралау. Яғни біз осы уақытқа дейін Жапонияның 9 префектурасында болдық. Енді 30 шақты префектура қалды. Соны аралап сіздерге көрсететін боламыз. Осыған дейін біздің арнамызда көбінесе саяхат жайлы біздің саяхаттарымыз туралы видеолар көп болған болса, бұдан былай біз осы Цукубадағы өміріміз туралы, университетіміздің жан-жағын, университетіміздің өзін
барынша көрсетуге тырысатын боламыз, және осы жақтағы білім жүйесі деген сияқты өзімізге қатты ұнаған нәрселер, әсерлеріміз туралы да бөліспек ойымыз бар. Сондықтан біздің видеоблогтарымызды көріп, өз пікірлеріңізді білдіріп жүрсеңіздер, біз өте қуанышты боламыз. Шын жүректен Жапониядан Vibe of Voyage! 悩める日が来るから